Әссәләму алейкум, құрметті достар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып жатқан әрқайсыңызға Аллахтың нұры жаусын. Мариям Имран қызы. Аллах тағала Мариям Имран қызын мүміндер үшін мысалға келтірді. Ол абыройын сақтаған еді. Біз оған өзіміздің рухымыздан үрледік. Ол Раббысының сөздерін және кітаптарын растады, әрі бойсынушылардан болды. Мүміндерге үлгі болу үшін Аллах тағала Құранда Мариямды осылай сипаттаған. Мариям әлемдегі ең құрметті әйелдерден болды. Оның бұл қасиеттерін айғақтаушы көптеген хадис бар. Аллах тағала алдында адамдардың мәртебелісі әуелі пайғамбарлар, содан соң шыншылдар, одан соң шахидтер, сосын игі адамдар дәрежесіне бөлінеді. Мариям сол пайғамбарлардан кейінгі шыншылдар дәрежесін иемденді. Мұнымен ол шахидтерден де жоғары тұрады. Ал исламда шыншылдар дәрежесін иеленген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям ұлы сахабасы Әбу Бәкір ас-Сыддық, Аллах оған разы болсын. Мариямның әңгімесі анасынан бастау алады. Закария пайғамбардың кезінде өмір сүрген Мариямның анасы Байтул Мақдистің ізгі, діндар, тақуа әйелдерінен еді. Сол тұста Закария алейхиссалям Байтул Мақдистің діни істерін басқаратын, сондай-ақ Мариямның әкесі де белді дін басылардан еді. Бұл дін басылар Закарияның басшылығында Байтул Мақдис мешітінде оңаша ғибадатханада отыратын. Сол кездегі қалыптасқан әдет бойынша кейбір адамдар Аллахқа жақындау ниетімен жаңа туылған ер балаларын Құдай үйінің қызметі үшін Байтул Мақдиске атап нәзір ететін. Мұндай Құдай үйіне нәзір етілген балалар азат деп аталатын еді. Яғни бұл балалар жастайынан мешітке беріліп, сонда тәрбиеленіп, ер жете келе Байтул Мақдистің қызметінде қалатын және дүниелік істерде бір жолата босатылатын. Дәл сол сияқты Мариямның әңгімесі де оның анасының Байтул Мақдиске бала нәзір етуінен басталады. Байтул Мақдисте Мариямның әкесі Имранның отбасы өте құрметті отбасылардан саналатын. Аллах тағала: шынында Аллах адамды, Нұхты, Ибрахимнің отбасын және Имранның отбасын әлемдер үшін таңдады деген. Бұл аяттан байқағанымыздай, Имранның отбасы Аллах тағала тарапынан бүкіл әлем үшін таңдалып қана қоймай, Адам, Нұх және Ибрахимнің, оларға сәлем болсын, отбасылармен қатар аталған. Бұл осы отбасының қаншалықты дәрежеге ие екенің айқын дәлелі емес пе? Күндердің күнінде Имранның әйелі жүкті болып, құрсағындағы баланы Аллах үшін Байтул Мақдиске атайды. Сол кезде Имранның әйелі: Раббым, мен саған құрсағымдағыны азат етіп атадым, менен қабыл ал, шынында сен естуші, білушісің деді. Ай күні жетіп босанған ананың көңіліне абыржу түседі. Бұл абыржудың себебі оның қыз босануы еді. Өйткені сол кездегі қалыптасқан әдет бойынша Байтул Мақдиске қыз балалар алынбайтын. Аллах үйіне атаған баласының қыз болып туылғанына қынжылған ана қайтадан Раббысына: Раббым, мен оны саған атаған нәзірімді қыз босандым деп дұға қылды. Бұл тұрғыда Аллах тағала: Аллах оның не босанғанын одан жақсырақ біледі, дейді. Бұл Құдай үйіне аталған сәби қыз Мариям болатын. Ол туылған кезде анасы Аллахқа: мен оны Мариям деп атадым, өзіңнен оны және оның ұрпағын қуылған шайтаннан сақтауың үшін пана сұратамын деп дұға етті. Көптеген риуаятқа қарағанда, шайтан адамның алейхиссалям бүкіл ұрпағын жек көретіндігінен кез келген нәресте туылғанда оны қолымен нұқиды екен. Міне, осы үшін Мариямның анасы дүниеге келген сәбиі мен келер ұрпағына алаңдап, шайтанның жәбірінен оларға пана сұрап, Раббысына дұға қылған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям хадисінде айтылғандай, Мариям және оның ұлы Иса алейхиссалям шайтанның нұқуынан аман болған. Аллах тағала Мариямның анасының айтқан шағымдарын көркем даналықпен қабыл алып, ер бала мен қыз баланың арасын айырмай,
өз үйі Бәйтул Мақдисте ер балалармен қатар қыз баланың қызмет етуін жүзеге асырды. Бұл қалай жүзеге асқан еді? Сол ғасырдың ғұламалары бас қосып, қыз бала Аллах үйінде қызмет ете ала ма деген мәселені талқылап, қыз баланың мешітте қызмет етуіне ешқандай кереғарлық таппай, Мариямды Бәйтул Мақдиске қабылдауға шешім қабылдады. Оны Раббысы көркем түрде қабылдады және оны көркем түрде бой жеткізді, өсірді. Бәйтул Мақдисте қалыптасқан тәртіп бойынша нәзірге келген әрбір балаға белгілі бір ұстаз кепіл болып, оны өз тәрбиесіне алатын. Кішкентай Мариям ғибадат үйіне қабылданғанда, оны өз кепіліне алуға ниет білдірген ұстаздар өте көп болады. Тіпті оны бәрі де тәрбиелеуге құштарлық танытады. Олардың бұл сәбиге қызығушылығын арттырған нәрсе Мариямның пайғамбарлармен қатар аталған текті отбасынан шыққандығы еді. Әкесі Имран, анасы да тақуа, діншіл әйелдерден болатын. Ақыр соңында көп талас тартыстан кейін бір келісімге келе алмаған олар. Біз бұл ісімізге Аллахты төреші қылайық, деп бәрі бір қаламнан алып, өзенге лақтырады. Аллах тағала Құранда: Мұхаммед, олар таласып қайсысы Мариямды кепілдігіне алу үшін қаламдарын өзенге лақтырған кезде сен қастарында болған жоқсың, деген. Бұл ұстаздардың арасында Закария да бар еді. Барлық ұстаздардың қаламы өзен ағысымен кетеді де, жалғыз Закарияның ғана қаламы ағысқа қарсы жүзеді. Сөйтіп Закария Мариямға кепіл болып, оны тәрбиесіне алады. Уақыт өте келе, Мариям дүниелік істерден баз кешіп, өзін Тәңірі ғибадатына бағыштап, Аллахқа жан тәнімен құлшылық етіп, елге ізгілігімен танылады. Діншіл, ғибадатшыл Мариямның бойынан кереметтер бой көрсете бастайды. Бір күні Закария қыс мезгілінде Мариямның бөлмесіне кіргенде, оның дастарханында тұрған жаздық жеміс-жидектерді көреді. Ол уақытта бүгінгідей жеміс-жидектерді сақтаудың алуан тәсілдері және сақтау құралдары болмаған. Тіпті Закария бұл кереметтің бір емес, бірнеше рет куәсі болады. Закария оған Мариямға михрабқа қашан кірсе де, оның алдынан бір ризық несібе көретін. Ал бұл әдеттегі азық емес еді. Закария Мариямнан: «Бұл сенде қайдан пайда болды, ей Мариям?» деп сұрағанда ол: «Бұл Аллахтан», деп жауап береді. Аллах тағаланың сол әйелге көрсеткен құрметі сондай, тіпті оған періштелер Раббысының алдынан ризық әкелетін. Иә, Аллах қалаған пендесіне есепсіз ризық береді. Кім Аллахтан қорықса, Аллах оған шығар жол береді және оны өзі ойламаған жерден ризықтандырады. Мариямды тәрбиелеп өсірген Закария оның бойындағы осыншалықты қасиеттерді көріп, көңілі ауып, өзі де бір бала сүйгісі келеді. Бұл кезде ұлы Яхия алейхиссалам әлі туылмаған еді. Ол Аллахтан Мариямдай ізгі ұрпақ сұрап: «Раббым, маған алдыңнан бір ізгі ұрпақ бер, сен дұғаларды естушісің», деп дұға тілек жасайды. Оның дұғасы жомарт Аллах тағала тарапынан қабыл алынып, Закария ұлы Яхиямен сүйіншеленеді. Ал Мариямға келсек, ол Бәйтул Мақдистің шығыс жағынан адамдардан оңаша бір орын алып, барған сайын Аллах тағаланың ғибадатында тереңдей береді. Осындай пәк құлшылық ғибадатпен жүрген Мариямның 15 жыл өмірі артта қалады. Осы 15 жасында оның өмірінде бір ұлы оқиға орын алады. Ол дүниеге пайғамбарлардың ұлы бестігінің ішіне кіретін Аллахтың елшісі Исаның дүниеге келуі еді. Бұл ұлы қиссаны Аллах тағала бізге қияметке дейін мәңгілік үлгі етіп қалдыру үшін өзінің ұлы кітабы Құранда келтірді. Ол бұл қиссаға кітабында өз алдына бір сүре арнады. Ол Мариям сүресі. Бір күні Аллахтың бұйрығымен Мариямның алдына адам бейнесіндегі Жәбірейіл алейхиссалам келеді. Оның періште екенінен Мариям бейхабар еді. Үстіне бейсауат кіріп келген ер адамнан сескеніп қалған Мариям: «Егер тақуа болсаң, сенен Рахманнан, Аллахтан пана сұраймын», дейді. Өйткені Мариямның бөлмесіне ұстазы Закария мен
Оны мұны қызметін атқаратын немере ағасы Юсуф Наджардан басқа ешкім бас сұқпайтын. Сол кезде Жәбірейіл: «Мен сенің Раббыңның елшісімін, саған бір пәк бала беру үшін келдім», деп тіл қатады. Оның бұл айтқанына Мариям таң қалып: «Мен еркекке жақындаспасам, не әлде бір бұзықтық істемесем, менде бала қайдан болсын?» дегенде Жәбірейіл: «Раббың осылай деді, ол маған жеңіл, және біз оны адамдарға аят ғибрат әрі өзімізден бір мейірім етеміз», деген Аллах тағаланың сәлемін жеткізеді. Сөйтіп Жәбірейіл Мариямның омырауына дем үрлейді. Кеуде қуысынан кірген дем жатырға еніп, Мариям бала көтереді. Кейбір риуаяттарда хабар етілуінше, Юсуф Наджар Мариямның бойынан жүктіліктің белгісін байқап: «Бұл қалай?» деп таңырқайды. Әрине, ол Мариямның қандай тәрбиедегі қыз екенін және оның алдына өзі мен Закариядан басқа ешкімнің кірмейтінін жақсы білетін. Күдігі көңіліне сыймаған Юсуф ақыры Мариямға: «Мен бұл ойымды қаншама ішіме сақтап, тұншықтырғым келсе де шыдай алмадым. Маған мынаны айтшы, егін тұқымсыз өсіп өне ме?» дейді. Мариям: «Я» дейді. Юсуф қайтадан: «Ағаш көшетсіз өсе ме?» «Я». Ол сонда да тықақтап: «Бала еркексіз пайда бола ма?» деп сұрақты төтесінен қояды. Мариям: «Я, сен білмеуші ме едің? Аллах тағала алғаш өсімдікті жаратқан кезде тұқымсыз жаратты емес пе? Ал ағашты алғаш жаратқан кезде көшетсіз өсірді емес пе? Сондай-ақ ол адамды топырақтан жаратқан жоқ па? Ол бір нәрсені жаратуды қаласа, оған тек бол деп әмір береді», дейді. Сол кезде Юсуф Наджар Мариямның жүктілігі Аллахтан келген нәрсе екенін түсінеді. Мариям мен Юсуф Наджардың арасында болған бұл әңгіменің сенімділігіне бізде нақты дәлел жоқ, бірақ ой жүгірткен адамға мұнда ғибрат аларлық өнеге жеткілікті. Ай күні жақындаған сайын Мариям бойындағы баланы айналасындағы адамдарға қалай түсіндіруді білмей қатты сасады. Әбден сарсаңға түскен ол баланы елсіз бір жерге барып босануға шешім қабылдайды. Адам көзінен аулақ жерге жеке шыққанда оның толғағы басталады. Толғақ азабы оны қурап қалған бір құрма ағашының түбіне алып келеді. Толғатып жатып оның ойы сан саққа жүгіреді. Мәселе ар-ождан, намыс, абыройға тіреліп, адамдар бұған не айтады деген сұрақтан өзге ойына ештеңе келмейді. Аллахқа бойұсынып, оған иман келтірген мүмін әйелде ар-намыс мәселесі бәрінен де биік тұрады. Ал қазіргі бүкіл әлем әйелдеріне үлгі сымақ болып отырған батыс әйелдері мен оларға еліктеушілерді бұл мәселе аса толғандыра қоймайды. Ал мұсылман әйел үшін Абай айтқандай, жаны арының садағасы. Бұл сезім бойында бар әйел Мариям анамыздың толғатып жатып қандай күйде болғанын жақсы түсінбек. Тән азабы мен жан азабын қатар тартқан Мариям: «Мен бұл болмай жатып өліп кеткенімде еді, атым өшіп ұмыт болғанымда ғой», деп ойға барады. Осылай көп азаптанған Мариям ана адамзат тарихындағы ұлы пайғамбарлардың бірі Исаны дүниеге әкеледі. Елсіз далада жападан жалғыз босанған Мариям қатты әлсіреп қалған еді. Сол кезде оған: «Қайғырма, Раббың астыңнан бір ағын су әкелді» деген үн жетеді. Бұл үн нәресте Исадан ба, жоқ әлде періштеден бе, ол жағы Аллахқа ғана аян. Мариям ол судан ішіп, әл жинағанда қайтадан: «Құрманың діңін сілкі, саған жас піскен құрма түседі» деген үн тағы естіледі. Назар аударыңыз, Мариям түбіне отырған құрма ағашы әлде қашан қурап қалған еді. Оны қанша сілкісе де құрма түспейтіні белгілі. Енді оны сілкудің қажеті қанша? Әрине, жоқтан бар етуші Аллах тағала барлық нәрсеге құдіретті. Ол ешқандай сілкімей-ақ құрма түсіреді. Бірақ ол пенденің қарап отырмай, аз ғана болса да әрекет етуін талап етеді. Тіпті ол мүлдем нәтиже бермесе де. Мақсатқа жету жолындағы пенденің әрекеті оған жүктелген міндеттердің бірі, және бұл дініміздің ұстанымы.
Сол үшін де Аллах тағала өзі жаңадан босанып, әлсіреп жатқан әйелге сол ағашты сілкуді бұйырады. Бұл осы ұлы әйелдердің тарихымен танысып жатқан бізге мәңгілік үлгі. Сондай-ақ Аллах тағала Мәриямға мынандай нұсқау берді. Одан же, іш, тоятта, қорықпа. Егер бір адам баласын көрсең, мен Рахман үшін ораза ұстауды нәзір еттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін де. Бұл аяттағы мен Рахман үшін ораза ұстауды нәзір еттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін дегенді қалай түсінеміз? Ол замандағы оразаның бүгінгі исламдағы оразадан ерекшелігі сөз сөйлеуден де тыйылу еді. Бұл олардың шариғатына тән, ал біздің шариғатымызда сөзден тыйылатын оразаға тыйым салынған. Бұған дәлел, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күн астында тұрған кісіні көріп, адамдардан «Бұл кім?» деп сұрайды. Адамдар оған «Бұл Әбу Исраил, ол отырмай, көлеңкелемей және сөйлемей ораза тұтуға ниет еткен» деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға «Оған айтыңдар, отырсын, көлеңкеге барсын, сөйлей берсін және оразасын аяғына жеткізсін» деген. Демек, оразаның мұндай түрі біздің дінімізде ғибадат болып саналмайды. Тағы бір ойлануды қажет ететін жайт, бұл аятта Аллах тағала Мәриямға ешбір адаммен тілдеспеймін де деген сөзді айтуды бұйырған. Енді ауыз бекітіп, ешкіммен тілдеспеуге ниет еткен адам қалай айтады? Бұл жерде Аллах тағала адам баласының ойына түрткі салып тұр. Ойды жеткізудің жалғыз құралы тіл емес, оны ыммен, ишарамен де жеткізуге болады. Бір-бірінің артын ала келген уахилерден кейін Мәриямның көңілі тынышталып, ерік-жігерін жинақтап, нәрестесін алып, Байтул Мақдиске келеді. Оны көрген бетте адамдар өзара «Мәриям, баламен бе?» деп сыпсыңдата бастайды. Оларға осыншалықты діндарлығымен танылған Мәриямның жасырын босанып келуі тосын жағдай еді. Адамдар оның айналасына жиналып қалады да «Ей Мәриям, сен бір аса ауыр күнәлі нәрсемен келіп тұрсың ғой. Ей Харунның қарындасы, сенің әкең жаман кісі емес еді, шешең де арсыз еместі» деседі. Сөйтіп, 15-16 жас аралығындағы жас қыз елінің алдында осындай ауыр жағдайда тұрды. Аллах тағаланың оған тіл қатпауын бұйыруының төркінінде аса дана Аллахтың тағы бір даналығы бар еді. Өйткені жел сөзге беріліп, өсекті өршітуге дайын тұрған адамдарға сөзбен ештеңе түсіндіру мүмкін емес еді. Ең дұрысы үндемеу. Мәриям оларға ешқандай жауап қатпай, қолындағы сәбиді меңзейді. Адамдар, бұл құндақтағы кішкентай нәрестемен қалай сөйлесеміз, дейді. Сол тұста нәресте тілге келіп, расында мен Аллахтың құлымын, ол маған кітап берді және мені пайғамбар етті, ол мені қайда болсам да құтты қылып, тірі жүргенімде намаз бен зекетті өсиет етті. Сондай-ақ мені анама мейірімді етіп, зорлықшыл, бақытсыз қылмады. Маған туылған күнімде, өлер күнімде және қайта тірілер күнімде Аллахтан амандық болсын, дейді. Міне, жаратушы Аллахтың мұғжизасы, жөргектегі нәресте ақида, иман, ғибадат, әдеп мәселелерінде теңдессіз сөздер айтқан. Ол адамзат бейбітшілігі үшін жіберілген еді. Аллахтың қай пайғамбары болсын, оның жіберілуіндегі мақсат бейбітшілік. Бұл нәресте Мәриям ұлы Иса болатын. Адамзат тарихындағы ең ұлы пайғамбарлардың бірі Мәриям ұлы Иса деп анасының атына телінді. Бірақ адамдар бұл жайында әртүрлі көзқарасқа бөлінді. Біреулер оны Аллахтың ұлы десе, біреулер Аллахтың өзі, ал енді біреулер қасиетті үштіктің бірі деп шатасты. Көпшілік алдында нәресте осы сөздерді айтқаннан кейін бұған біреулер сенеді, ал біреулер сенбей, бұл сиқыр шығар деп күмән келтіріп, жөргектегі бала бізге қалай пайғамбар болады деп шуласады. Дау-дамай ушығып бара жатқан соң, баласына әлде бір қатер келе ме деп қауіптенген Мәриям Исаны алып, Байтул Мақдисті тастап шығып кетеді.
Оның Байтул Мақдистен шығып қайда бет алғаны туралы риуаяттар да әртүрлі. Бір риуаяттарда Байтул Лахымға кетті десе, бір риуаяттарда Мысырға кеткені туралы айтылады. Ойын баласы кезінде-ақ Исаның бойындағы мұғжизалар бой көрсетіп жатты. Есейе келе Аллах тағала ол арқылы ұлы мұғжизаларын көрсете бастайды. Ол мұғжизалардың бірі өлгенді тірілту. Ол балшықтан құстың мүсінін жасап, демірлесе, оған жан бітіп ұшып кететін болған. Аллахтың орасан ғажайып мұғжизаларын арқалаған, әлемдер Раббысының ұлы міндеті жүктелген Исаны адамзат тарихындағы ең абзал әйелдердің бірі Мариям жалғыз өзі тәрбиелеп өсірді. Ол әрдайым сүйікті ұлының қасынан табылып, оған сүйеніш, демеу болды. Иса көкке көтерілгенде анасы Мариям тірі еді. Ол яһудилардың Исаны өлтірдік дегендеріне нанған жоқ, және осы сенімінде өмірінің соңына дейін өзінің ұлы Раббысына құлшылық етумен өткен. Аллах тағала Мариям анамызға сәлем жолдап, оны қияметке дейін әлем әйелдеріне үлгі өнеге етсін.